Достар, бәріңе сәлем. Мінекей, бүгін көріп тұрғандарыңыздай көптеген сәлемдеме алдым Қытай елінен. Соның міне 6-ы AliExpress сайтынан, біреуі Banggood сайтынан келген тапсырыстар. Сонымен қазір үлкеннен бастап ашып көрейін. Осы сәл дұрыс қоймаппын. Banggood сайтынан келген камераға арналған штатив болу керек. Төртінші сәуірде тапсырыс берген бұл штативке. Бүгін міне 5 мамыр. Тура бір ай дегенде бір ай уақыт жүрді. Қазір мына жердің онша көрінбей тұр. Оларды сәл шәйттер ұстап тұрайын. Мінекей штативіміз. Сапасы жақсы деп айтамын. Бос мінекей салдырлап тұр. Не де болса да бір ұялы телефонның салмағын көтереді деген ойдамын. Мінекей бірінші тапсырысым осы. Banggood сайтынан келген. Бағасы $9 шамасында. AliExpress сайтынан қарағанда ең арзаны $10, $11 болды. Сондықтан Banggood сайтынан тапсырыс бердім. Мына жеріндегі пластик түсіп қалған көрінеді. Мінекей бірінші тапсырыс. Енді екіншісін ашып көрейік. Мінекей пошта қызметкерлері оған өстіп блок қойып дайындық қойған кейбіреулерін. Бұлар бір күнде келген пошта бөлімшесіне. Екінші тапсырысымыз мінекей. Бұл тапсырыс 2 айға жуық жүрді. Тура 2 ай десе де болады. Наурыз айының 8-ші жұлдызында тапсырыс берген. Бүгін 2 айға жуық жүр. Соның ішінде мінекей көріп тұрғандарыңыздай мұрны, көзі, соның ішінде жұмсақ ойыншық, яғни мягкая игрушка. Интернеттен көріп болған мен осындай тапсырыс беруге болатын. Мына жерден мынандай артындағы қуыстан ішіне синтепух деген материал салынады. Сол синтепух толтырылып жұмсақ ойыншық болып шығады. Тігісі мынандай ғана. Материалы өте жұқа. Аюымыз. Келесі тапсырысымыз. Оны ашып көрейік. Бұның ішінде белдік болу керек. Әзірге маған келген ең ұзақ тапсырыс осы болу керек. Егер ұмытпасам 2 айдан астам уақыт жүрді. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай кожа емес. Сапасы нашар деп айтуға болады. Бұл белдіктің таққаннан көпке шыдамайды. Сондықтан бұл белдікті сатқан саудагерге диспут ашып компенсация талап ететін боламын. Өкінішті әрине.
Енді келесі тапсырыс. Одан ашып көрейін. Бұның ішінде тышқан болу керек. Сымсыз тышқан, яғни беспроводной мышка дейді. Басқа ештеңе жоқ. Мінекей сымсыз тышқанымыз. Мінекей ішіне 2 тал ААА размерлі, яғни 3А размерлі батарейка салынады. Бұл жерде мінекей Bluetooth, USB-ге тығылатын Bluetooth адаптері. Кейін уақыты келген кезде тексеріп жатармыз. Мінекей мындай кішкентай ғана жіп-жіңішке. Ішінде салдырлап тұрған сол Bluetooth болу керек. Huawei P1 смартфондарына алған қорғаныш пленкасы болу керек. Мінекей пленкамыз ішінде 5 тал болу керек. Бір, екі, үш, төрт, бесеу. Осында да 5 тал. Мінекей келесі тапсырысымыз. Мінекей мынандай коробкада келген. Мінекей мынандай ғана кішкентай ғана құрылғы. Осы құрылғының көмегімен кез келген қарапайым HDMI порты бар теледидарды смарт ТВ-ға айналдыруға болады. Мінекей блок питаниясы, кабель, OTG кабель және мини HDMI-дан HDMI-ға арналған кабель. Бұның толық шолуын кейін көріп жатарсыздар. Қазірше бұны орнатып отырайық. Және ең соңғы және ең басты тапсырыс. Мінекей ана қорапша. Мінекей бұның ішінде көріп тұрғандарыңыздай Lenovo'ның қорапшасы. Бетіне қорғаныш пленкасы. Қорғаныш пленкасы емес, бұны транспортировочный пленка дейді, яғни тасымалдау пленкасы. Қазір қосыла ма екен тексеріп көрейік. Иә, қосылмай тұр. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай 2 толық өлшемді сим карта орны және де microSD карточкасына арналған орын бар. Мінекей Lenovo деп қосылды. Қосылғанша комплектісінде не бар екен көріп жіберейік. Мінекей мынандай ғана. Мінекей мынаның ішінде гарантиялық талоны қытайлықтар асығыстықпен сыртқы қағазын қайырып салып жіберіпті. Мінекей Қытай тіліндегі мануал және ішінде USB кабель, зарядка, Европа стандартына арналған адаптермен және де құлаққап, яғни наушник. Басқа ештеме жоқ ішінде. Мінекей телефонымыз. Басқа қытайлық Android телефондардан айырмашылығы
мінекей қосу, яғни қосу немесе блоктан шығару батырмасы тура төбесінде, мына шетінде дауыс реттегіш 2 кнопкасы бар. Мына шеттері мінекей мынандай жылтырланған металл түрінде жасалынған, бірақ металл емес, меніңше пластмасс жылтыратып селінген. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ешқандай тежелмей, барлығы сондай жақсы істеп тұр. Мінекей көрсетіп жатыр бізге осылай істейсің деп. Мінекей бәрі орысшаға айналды. Негізі сондай жұп-жұқа, мінекей сондай қолға жақсы тұратын, жақсы телефон. Бұның да шолуын кейін уақыт болып жатса көре жатарсыздар. Әзірге мінекей осы. Бүгінгі келген тапсырыстар. Мінекей барлығын тізіп жатпай қояйын. Кеден бөлімінде тағы да 2 ұялы телефон келіп отыр маған. Бұйыртса солардың да шолуларын барлығын бірге жасап, салыстырмалы түрде қайсысының артықшылығы бар, қайсысының кемшілігі бар. Соның барлықтарын дұрыстап көрсетем деген ой бар алдағы уақытта. Сондықтан каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Алда жаңа видеолар күтіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.